Шерзат бізде ерекше. Ерекше бала. Күн шуағы сияқты өзі сап-сары болатын. Бір ерекше бала болды. Мен әкемнің өзінің ерекше сүйіп жақсы көрдім. Бір-бірімізден қызғанатынбыз негізі. Бәрімізде бала бар, бірақ Шерзатты қызғанамыз. Менімен кетіп қалса, бірімізге андай бір бәрібір қандай бір кішігірім сезім ғой, қызғаныш деген, бала қызғаныш деген. Или өзіміздің әлі де андай толықтай үлкен адам болып кеттік деп сезінбегендігіміз ба. Менімен кетсе, Нұрғанат қызғанып, Нұрғанатпен кетіп қалса, Қаржау қызғанып қалады. Бірақ біз қанша қызғансақ та, ол әжесінің атасының баласы болады, ерекше. И Шерзат екі балаға қарағанда бір сәтте есейіп кетті. Жауапкершілік, түсіну, адамгершілігі, ерекшелігі сол болды. Уақытында кейде кішкентай балалар безбукаға қойып тастайды, телефон алмай қалады. Бізде Шерзатқа WhatsApp-тан жазсаң, ол түнгі үш болса да жауап береді. Шерзат есікті ашып қойшы, мен кеш келе жатыр едім десең, біз Жалғыз сондай бала ғой, иә, ерекше. Біз жай ғана кішкене бірімізге дауыс көтеріп қалсақ, жүрегін алып қалатын. Андай жер бауырлап, ренжігенін айтпайды, бірақ түрінен көресің. Бір шетінде сары ғой, сары балалар еще жүрегі ерекше, тәтті болады.